Қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен метавекторды әзірлейтін боламыз. Бұл рецептің басқа рецепттерден өзгешелігі. Ол қамырын оқтаумен жаймаймыз. Яғни қолмен тегістеп немесе қасықпен жаюға болады. Өте жұмсақ, дәмді болып шығатынына кепілдік беремін. Ең алдымен су моншасына балымызды 20 минут қойып қыздырамыз. Одан кейін сода салып, осындай реакция жүргенін күтеміз. Араластырғанда міндетті түрде реакция жүреді. Одан кейін осылай майымызды салып араластырамыз. Және бір айта кететін жайт, медті ұзағырақ қойған сайын түсі қоңырланып әдемі түске енеді. Және құрғақ бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамызды және шекерімізді қосып әбден миксерлейміз. Мед қосылған массамыз суығанын күтіп, ол массамыз суығаннан кейін осы жұмыртқа қосылған масса екеуін бір-біріне қосып, тағы да миксермен әбден араластырамыз. Массамыздың төмен түсіп кетпеуін бақылаймыз. Барлығы біркелкі болғаннан кейін ұнымыз бен қопсышқысымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты сұйық емес және қатты қою болмау керек. Пергамент қағазына құйғанда ағып кетпеу керек. Видеода барлығы толық көрсетілген, дәл видеодағыдай жасасаңыз, рецептіңіз 100% шығатынына сенімдімін. Пергамент қағазына осылай қамырымызды құйып аламыз және үстіне ұн сеуіп, домалақ формаға келтіріп, пешке салсаңыздар болады. Немесе осылай құйғаннан кейін қасықтың көмегімен жайғастырып, дөңгелетіп формасын келтіріп те салуға болады. Қамырымызды өте жұқа етіп сала берсеңіздер болады, себебі ол 2 есе ұлғаяды. 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп ала берсеңіздер болады. Өте жылдам піседі. Корждарымыз дайын болып піскеннен кейін қалаған кремімізді жасап, тортымызды әзірлей берсеңіз болады. Мен мұнда қаймақты креммен әзірледім. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. 100% шығатынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.